Бүгінгі тақырып мынау Франктер империясының құрылуы және ыдырауы. Жазып алыңыздар. Франктер империясының құрылуы және ыдырауы. Осы тақырыптың ең бірінші пункті, ең бірінші тақырыпшасы майордомдар билігі деп аталады. Яғни майордом деп отқанымыз кім? Майордом латын тілінен аударғанда үйдің үлкені, басшысы деген мағынаны білдіреді екен. Яғни мынау корольден кейін елді басқарған, корольдің былайша айтқанда оң қолы, корольдің оң қолы мемлекетті басқаруға көмектескен адамдарды майордом деп атаған. 511 жылы жаңағы Хлодвиг өлгеннен кейін мынау оның мұрагерлері жер мен билік үшін күрес жүргізеді. Жалпы Хлодвигтан кейінгі мынау корольдар өте әлсіз болады. Тіпті оларды ленивый король дейді, яғни жалқау корольдер деп те атаған. Бар билік шын мәнінде майордомдардың қолында болған. Ал майордом, яғни сарай шаруашылығын түгел басқаратын адам лауазымы, бұл лауазым бірте-бірте атадан балаға мұра ретінде қалатын өте жоғарғы лауазымды қызметке айналады. Ал майордом Карл Мартел, мына алдарыңызда тұрған майордом Карл Мартел 715-741 жылдардың өзінде билігінің мықты болғаны соншалық корольмен санаспай-ақ өзі жеке дара елді басқарып отырған. Осы Карл Мартелдің тұсында жаңағы мемлекетке, Франктер мемлекетіне мынау араб әскерлері Испаниядан өтіп шабуыл жасайды. Бірақ Карл Мартел өте мықты майордом, мықты қолбасшы болғандықтан мынау 732 жылы Пуатье түбінде осы арабтарды талқандайды. Яғни арабтардың қаупінен құтқарып қалады Франктерді. Есте сақтаймыз, 732 жылы Пуатье жердегі шайқаста майордом Карл Мартел арабтардың басып кіруін тоқтатады. Енді осы арабтар тарапынан төнген қауіп Карл Мартелді күшті атты әскер құруға итермеледі. Яғни ол түсінді, мынау шеттен келген қауіпті тоқтату үшін, арабтардың қаупін, басқа да елдердің қаупін тоқтату үшін мықты атты әскер керек. Сондықтан ол Карл Мартел осындай мықты атты әскер құрудың бар жағдайын жасайды, мықты атты әскер құрады. Әр жаңағы атты жауынгерге ол жер сыйлайды. Ол жерден бөлек жаңағы сол жерде тұратын шаруалармен бірге жаңағы сондай тұратын жер үлестерін бөліп береді. Және осы жерді иеленген атты жауынгерлер осы жерден түскен табыстың, салықтың негізінде өздері атты қару-жарақты дайындауы тиіс болатын. Бұл жерлер бастапқыда уақытша берілді атты жауынгерлерге, бенефиция деп аталды. Кейін ол жерлер феод деп аталды. Яғни феод деп отқанымыз сыйға тартылған жерлер, және ол жерлер қайта тартып алынған жоқ, уақытша емес, кәдімгі атадан балаға мұра етіп қалатындай етіп, түпкілікті берілген жерлер. Яғни феодалдық құрылымның негізін қалаған осы Карл Мартел деп санайды тарихшылар. Яғни атты әскерлерге, кейін олар рыцарьлар деп аталып кетеді. Осы атты жауынгерлерге осындай шаруалары бар жер үлестерін алғаш таратып берген, соның негізін қалаған осы Карл Мартел екен, феодализмнің негізін қалаған. Кейін ол жерлер феод деп аталып, оның иесі феодал атанып кетеді. Келесі тақырыпша осы тараудағы бұл Меровингтер әулетінің ақыры және Қортық Пипиннің билігі деп аталады. Мынау 741 жылы жаңа Карл Мартел қайтыс болғаннан кейін майордомдық оның баласы Қортық Пипиннің қолына түсетін. Алдарыңызда тұр. Бойы расында да аласа болғандықтан бұл майордомды Қортық Пипин деп атаған болатын. Бұл Қортық Пипиннің билігі өте мықты болады. Ол әрине корольдік билікті алуды аңсайды. Осы Қортық Пипиннің тұсында сұрақ туады. Бізге жалпы король қажет пе?
ешқандай билігі жоқ, ешқандай мемлекетке саусағында қимылдатып, ешқандай үлесін басқаруға, ел басқаруға тигізбейтін жалқау корольдер қажет па? Жоқ, шын мәнінде елді басқарып жатқан адам елді билеу керек па деген сұрақ туындайды. Әрине, Қортық Пипиннің күші өте мықты болды, билігі мықты болды. Ол жаңағы күшпен де тартып алуына болатын еді тақты. Бірақ Қортық Пипин күшпен емес, заңды жолмен король болғысы келеді. Сөйтіп, мынау Рим папасының қолдауына сүйеніп, 751 жылы Рим папасының келісімі бойынша франк ақсүйектердің Суассондағы жиналысында Пипин ресми түрде франктер король деп жарияланды. Есте сақтаймыз, 751 жыл алғаш жаңағы майордомдар биліктің басына келеді ресми түрде, Рим папасының рұқсатымен. 751 жыл, есте сақтаймыз. Сөйтіп, осы король Қортық Пипин 768 жылға дейін жаңағы елді билейді. Енді бұл Рим папасының бұл Қортық Пипинді қолдауы жайдан жай емес. Қортық Пипин өз тарапынан жаңағы Рим папасына, мына алдарыңызда картада тұрған жер, сары түспен берілген жер, Италияның бір бөлігі, осы лангобардтар деп аталатын тайпалардан тазартып берген, осы жерді сыйға тартады. Сөйтіп, осы жерде 756 жыл, Италияның осы жерінде 756 жылы папа мемлекеті құрылып, ол мемлекет 1870 жылға дейін өмір сүреді екен. Есте сақтаймыз, папа мемлекеті Рим папасы басқарған, осылайша құрылған болатын 756 жыл, және ол 1870 жылға дейін өмір сүрді. Мынау біз білетін қазіргі Римдегі Ватикан мемлекеті осы Пипин сыйлығының жұрнағы болып табылады. Кезінде Пипин сыйлаған осы жер жерде қазір Ватикан мемлекеті. Әрине, енді территориясы бұндай емес, кішірейген, дегенмен осы осылайша папа мемлекеті құрылған екен. Бұл әрине алғыс ретінде, оны король қылып тағайындаған үшін. Келесі тақырып Ұлы Карл және оның империясы деп аталады. Жалпы Қортық Пипин франктер мемлекетінде жаңа әулеттің негізін қалады. Енді Хлодвигтің ұрпақтары емес, қарап отырсаңыз, енді осы Қортық Пипиннің ұрпақтары жаңағы биліктің басына келіп, елді басқарады екен. Осы Қортық Пипиннің келесі ұрпағы Ұлы Карл деп аталады. Ұлы Карл 768-814 жылдары билік құралды. Және осы Карл Мартелдің құрметімен бұл династия Каролингтер династиясы деп аталады. Мынау Ұлы Карл өте беделді, атағы, жер жарған өте беделді адам болады. Жалпы король деген сөздің өзі осы Карлдың есімімен байланысты. Өйткені латын тілінде Карлдың есімі Каролус деп аталады. Король деген сөзбен тұспа-тұс. Яғни король деген сөздің өзі осы Ұлы Карлдың атынан шыққан делінеді. Ұлы Карл өте мықты билеуші болады. Жалпы франк мемлекетін империяға көтерген осы Ұлы Карл болатын. Жалғыз өзі 53 жорықтың 27-сіне тікелей қатысқан екен. Яғни бар өмірін жорықпен өткізген екен. Жорықтарына тоқталатын болсақ, 778 жылы Карлдың Испанияға жасаған жорығы сәтсіздікпен аяқталады. Тек 801 жылы арабтарға қарсы соғыста жеңіп, Испанияның шағын аймағын жаулап алады. 772-804 жылдары Ұлы Карл сакстарға қарсы 8 рет жорық жасап, олардың ақсүйектерін өз дегеніне көндірді. Саксония бірнеше графтықтарға бөлінді. Графтықтар басшылығына король ақсүйек франктер мен сакстарды тағайындады. Сакстар Карлдың күшеуімен христиан дінін қабылдады. 788-803 жылдары франктер славян тайпалармен одақтасып, 6 ғасырда қалыптасқан аварлар қағанатын Паннонияда, яғни Паннония деп отқанымыз қазіргі Венгрия жері, сол жерде авар қағанатын талқандаған екен. Яғни мемлекеттің территориясын ұлғайтып, егер картадан көретін болсаңыздар,
ұлы Карлдың қызыл стрелкамен жасаған жорықтары, бағыттары көрсетілген, және империяны қаншалықты дәрежеде үлкейткені, қызыл сызықпен осы Карл империясының ұлғайған жері көрсетілген. Франктер империясы осы территорияларға дейін ұлғайып кетеді екен. Жалпы мемлекеттің астанасы Ахен қаласы болады. Осы кімнің, ұлы Карлдың тұсында. Тағы бір есте сақтайтын оқиға, ол 8-ші жылы Римде Карлға тәж кигізіліп, ол император деп жарияланады. Сіздер білесіздер, империя мен қарапайым мемлекеттің басты айырмашылығы, империя ол өз қарамағына бірнеше мемлекетті қосқан үлкен бірлестікті айтады. Міне осындай территорияны үлкейтіп, өзінің қарамағына бірнеше мемлекетті енгізгендіктен, оған риза болған Рим папасы император деп жариялап, басына тәж кигізеді. Бұл оқиға 800 жыл болған екен, есте сақтаймыз. Енді империяның ыдырауына келетін болсақ, мынау ұлы Карл қайтыс болғаннан кейін, өкінішке орай, ол құрған империя ұзаққа бармайды. Мынау 843 жылы Карлдың балалары мен немерелері Верден қаласында келісім жасайды, өзара келісім жасайды. Есте сақтаймыз, 840 жылы картада тұрған Верден қаласында келісім жасалады. Ол келісім бойынша Франк империясы 3 бөлікке бөлініп кетеді. Кіші ұлына, көбіне қазіргі Франция жері беріледі, қызыл түспен берілген, розовый дейді, розовый түспен берілген. Бұл кіші ұлына беріледі. Ортаншы ұлына, көбіне қазіргі Германия жерін алып жатқан территория беріледі. Ортаншы ұлына, жасыл түспен, ақшыл жасыл түспен берілген. Ал ең үлкен немересіне көбіне Италия жері енетін территория енген болатын. Осылайша ұлы Карл құрған империя ыдырап, 3-ке ыдырап, қазіргі Франция, Германия және Италия мемлекеттері дүниеге келген болатын. Енді Франктер империясының құрылуы және ыдырауы туралы қысқаша мәлімет осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.